Annyeonghaseyo, 여러분. Сәлем достар, сіздермен мен Әсел және Kimchi TV. Менің аудиториямдағы жастар, Корея тіліне қызығушылығы жоғары, Корея жайлы армандайтын оқушылар Кореяға тегін оқуға түсе алады. Ол қалай және бастысы ол үшін не істеу керек, соны білу үшін менімен бірге болыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, өз ойларыңызды немесе сұрақтарыңызды комментарияға қалдырып отырсаңыздар болады, міндетті түрде жауап беремін. Кейбіреулеріңіз ойлап отқан шығарсыздар, Кореяда оқымайсыз, бізге қандай ақпарат айтасыз деп. Мен бармасам да Корея жайлы күн сайын бір күн қалдырмай ақпарат жинайтын адаммын. Бұл ақпараттың бәрін блогерлерден және Кореяда оқитын студенттер мен профессорлардың интервьюларынан күнде көремін. Себебі қазіргі таңда Кореяда тегін оқып жатқан отандастарымыз өте көп, және мен алдыңғы сабақтарда айтқанмын, және мен оған өте қатты қуаныштымын. Менің өз мақсаттарымның бірі де Кореядағы тілдік курстарға қатысып көру. Қазір мен айтатын ақпаратты көптеген блогерлер, яғни Корея тіліне үйрететін мұғалімдер Кореяға оқуға тегін түсу жайында оны ақылы түрде сатып үйретеді екен. Яғни курстарын сатып алсаңыз, бонус ретінде осы оқуға түсу жайындағы ақпаратты бонус ретінде беріп жатады. Бірақ бұл ақпараттар барлық жерде бар, тек ізденіп, көріп, қызығушылық таныту керек. Кореяда тегін оқуға болатын бағдарламалар мен гранттар өте көп, олар бір-біріне ұқсайды, бірақ кішкене айырмашылықтары бар. Мен ең танымал заңды және сенімді бағдарлама KJSP жайында айтатын боламын. Бұл бағдарлама арқылы сіз бакалавриат, магистратура, докторантураны тегін оқи аласыз. Ол үшін сіздің критерияларыңыз, мотивационды хаттарыңыз деген сияқты барлығына сәйкес болу керек. KJSP бағдарламасы бойынша тегін оқуларыңыз келсе, бірінші сіздердің ата-аналарыңыз Корея адамдары емес, шетел азаматтары болу керек. Мысалы, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей деген сияқты басқа шетел азаматы болу керек. Екінші, жасыңыз 25-тен аспауы керек, ал жасыңыз 25-тен жоғары болса, 25 пен 40 аралығында магистратураға оқуға түсуге болады. Келесі үшінші, мектеп бітірген аттестаттарыңыздың бағасы өте жоғары болу керек, яғни 4-тік мүлдем аз болуы қажет. Көптеген жастар қателесіп 9-дан кейін де Кореяға тегін оқуға түсуге болады деп жатады, бірақ жоқ, мүлдем болмайды. Колледжді бітіріп түсеңіз де болады, бірақ олай тек санаулы университеттерге ғана түсуге болады. Ал оқуға тегін түссеңіз, сізге айына $800-900 шамасында беріп отырады. Біздің есеппен ол 300-400 мың теңге. Не деген үлкен сумма деп ойлап отқан шығарсыздар, бірақ Кореяда білетін шығарсыздар, көп нәрсе қымбат. Осы стипендиялардан айырылып қалмас үшін сабақтан мүлдем қалмай жақсы оқуларыңыз қажет. Оқу үлгеріміңіз нашарласа, сіз ол стипендиядан айырыласыз, бірақ сонда жүріп сағаттық қосымша жұмыстарды істесеңіз болады. Мысалы, дорамадағыдай көптеген жастар кафе, кофейняларда жұмыс істеп жатады. Егер де жолыңыз болып KJSP бағдарламасы бойынша тегін оқуға түссеңіз, университет сізге туда и обратно, яғни билет алып береді. Егер де оқу үлгеріміңіз мүлдем нашарлап барлық экзаменнен қалып қойсаңыз, университет сізді аман-есен еліңізге тегін қайтарады. Көп қалсаңыз, әр семестрде $5000 ақша төлеп отырасыз. Сол себепті оқуға түссеңіз, сабақтан қалмай жақсы оқып жүріңіздер. Басты ескеретін жайт, сіздің топик деңгейіңіз жоғары деңгейде болу керек. Көптеген жастар оқушылар қателесіп ойлап жатады, Кореяға тегін оқуға түсу үшін міндетті түрде ағылшын тілін білу қажет деп. Сіздерді қуантып қояйын, егер ағылшын тілін білмесеңіз де Кореяға тегін оқуға түсе аласыз. Негізі елде халықтың 80% өздерінің хангуго тілінде, яғни өз тілінде, ана тілінде сөйлейді. Тек аздаған жастар ғана ағылшын тілін біледі. Сонда ағылшын тілін білмесе қалай оқуға түсеміз деп жатқан шығарсыздар. Жаңа айтып өткенімдей, топик деңгейіңіз 3-ші деңгейден жоғары болу керек. Яғни 4-ші деңгейден бастап тілді жақсы білулеріңіз қажет. Бірақ сіздің ол деңгейіңізді Кореяға барғанда да университет тағы қайталап тексереді. Ал егер де тілді білу деңгейіңіз төмен болса, 3-6 ай немесе 1 жыл аралығында тілдік курстарға қайталап қатысатын боласыз. Топиктен де бөлек, грантқа ілінудің басты себептерінің бірі сіздердің мотивационды хаттарыңыз, яғни орысша айтқанда мотивационное письмо жақсы жазылған болу керек. Яғни не себепті біздің университетті таңдадыңыз, Кореяда оқып болашақта не істейсіз деген сияқты тақырыптарда шағын эссе сияқты жазуыңыз керек. Оны ағылшын, корей немесе орыс тілінде жазуға болады. Көп жастар себебі маған кей-поп, дорама ұнайды, сол үшін Кореяға оқуға түскім келеді деп жатады. Бұл өте қате, дұрыс емес. Ол сіздің кей-попты, дораманы ұнатқаныңыз университетке мүлдем керек емес.
Инстаграмда Алиса Жастует деген қазақстандық қыз бар. Ол Корея, Гарвард сияқты әлемдік танымал жоғары деңгейдегі университеттерге тегін оқуға түскен. Парақшасын зерттеп көрген болатынмын. Алисаның өзінің жеке оқытатын курстары бар екен. Мысалы, от и до мотивациондық хатты қалай жазу керек, және сол хат арқылы 100% грантқа тегін оқуға түсіп жатқан жастар көп бар екенін білдім. Отзывтарын көріп таңғалған болатынмын, өте пайдалы екен. Бұл реклама емес, жай ғана менің сіздерге кеңесім, яғни мен не білемін, өзім не көргенмін, соны сіздерге ұсынып отырмын. Сол себепті сіздерге, жастарға, яғни оқушыларға пайдалы болады деген ойдамын. Арамызда ағылшын тілін жақсы білетін де жастар бар шығар. Сол себепті ағылшын тілін жақсы білетін жастар да оқуға тегін салады. Ол үшін сіздің IELTS деңгейіңіз 7-ден жоғары болу керек. Бірақ ағылшын тілі сізге тек университетте сабақ кезінде ғана керек болады, ал өзіңіздің жүріп тұруыңызға міндетті түрде корей тілі керек. Сол себепті ол университет өзінің тілдік курстарын оқытатын болады. Видеоның басында айтып өткенімде, оқуға түсу үшін грант стипендия түрлері өте көп. Мысалы, мен айтып отқан KJSP бағдарламасы беретін грант, екінші университеттің өзі беретін грант түрі бар. Және әртүрлі ірі компаниялар ұсынатын стипендиялар түрлері бар. Мысалы, Samsung деген сияқты компанияларда стипендияға, яғни грант бөліп отырады. Қазақстандық жастар, оқушылар, егер де сіз мен айтқан осы критерийлерден өтіп тұрсаңыз, өз бақтарыңызды сынап, тапсырып көріңіздер. Ал ата-аналарға айтарым, егер балаңыздың жақсы оқып жатқанын көріп, мысалы, ағылшын тіліне немесе корей тіліне қызығатын болса, курстарға жіберіңіз, кейін оқуға түсіп көрсеңіздер де болады. Барлық құжаттарды жинап, оны университеттің сайтына немесе посольство арқылы жіберсеңіздер болады. Құжаттарды қыркүйек айында тапсырады. Университеттен жауап ақпан айында келеді, ал оқу болса наурыз айынан басталады. Міне енді балаңызды оқуға қорықпай жіберсеңіз болады, себебі Корея қауіпсіз елдердің бірі. Қауіпсіз дегенде ол жерде адамның өмір сүруі бойынша барлық жағдайлар жасалған. Жатақханалар да университетке жақын жерде орналасады. Міндетті түрде медстраховка да беріледі. Енді тағы қайталап негізгі қажетті құжаттар тізімін айтып өтейін. Бірінші, оқуға түсудегі заявканы университет сайтына кіріп толтырасыз. Екінші, биография және мотивационный хат, яғни мотивационное письмо толтырасыз. Жоғарыда айтып өткенімде, осы хатты толтыратын болсаңыз, кей-поп дорамамен қызығамын деп емес, керісінше мен осы елдің мәдениетіне қызығамын, екі ел арасындағы достықты ары қарай дамытқым келеді, мысалы деген сияқты етіп толтырсаңыздар болады. Келесі, план обучения, яғни Кореяда оқып ары қарай не істейсіз деген сұраққа да жауап берулеріңіз керек. Төртінші, медициналық справкаларыңыз болу керек, яғни дені сау деген құжат міндетті түрде болу керек. Сосын аттестат бағаларыңыз 80%-дан жоғары болу керек. Келесі, загранпаспорт болу қажет, және туу туралы куәлік, яғни свидетельство о рождении. Сертификаттарыңыз міндетті түрде болу керек, яғни корей тілін білсеңіз, топик деңгейіңіз жайындағы сертификат, немесе ағылшын тілін білсеңіз, IELTS-тың деңгейі көрсетіліп тұрған сертификат болу қажет. Басқа да әртүрлі олимпиадаларға қатысқан болсаңыз, ол жердегі грамоталарыңызды да қосымша жетістіктеріңіз дегенге қоссаңыз болады, ол да бір плюс болады. Мектептегі мұғалімдеріңіздің сізге деген мінездемесі міндетті түрде болу қажет, және бірнеше 3-4 суреттеріңіз болу керек. Міне осы басты өзгермейтін құжаттар тізімі, бірақ жыл сайын жаңа өзгерістер енгізіліп, көп нәрсе қосылуы мүмкін. Мысалы, мына дертке байланысты ПЦР тесттеріңіз отрицательный болуы қажет, және жолыңыз болып Кореяға оқуға түссеңіз, ол жерде 2 апта карантинде боласыз. ПЦР тестіңіз отрицательный болса да. Енді Кореядағы тілдік курстар жайында айтып өтейін. Видеоның басында айтып өткенімде, менің мақсаттарымның бірі Кореядағы тілдік курстарға қатысу. Ол үшін частный, яғни жеке емес, университет ұсынған тілдік курстарға, яғни заңды курстарға барған дұрыс. Бірақ курстар ақылы түрде болады. Тегін басқа бағдарламалар арқылы да оқуға тегін түскен басқа жастар да бар екен. Негізі тілдік курстар Кореяда 3 ай мен 6 ай шамасында жалғасады. Барлығы негізі сіздің әр деңгейдегі экзаменден өтуіңізге байланысты. Тілдік курсқа қатысу құжаттары да мен жоғарыда айтып өткен университетке түсу құжаттарына сәйкес, яғни ұқсас келеді. Курсқа қатысу үшін де заявка толтырамыз. Университеттің сайтына кіріп, Чагисуге, яғни өзіміз жайлы ақпараттың барлығын толтырып шығамыз ағылшын, кәрісше немесе орыс тілінде. Құжаттарды тезірек айтып өтейін. Айтпақшы, жаңа жоғарыда айтып өткен университетке түсу бойынша жиналған құжаттардың ішінде посольство арқылы виза алу қажет. Тілдік курсқа қатысу үшін де визаға заявление толтыру қажет. Загранпаспорт, бірнеше 3-4 фото, аттестат немесе диплом,
план обучения, яғни оқу кезіндегі жоспарыңыз. Курс кезінде керекті ақша суммасын да белгілеп өтуіңіз керек, яғни $10,000 шамасында міндетті түрде сізде болу қажет. Курс ақшасын университет сайтына төлейміз, ал заявканы посольство немесе вуз арқылы жіберуге болады. Осы тілдік курста негізі тілдік барьерімізді жояды, міндетті түрде практика болады, топик деңгейіміз жоғары болады және жаңа достар таба аламыз. Достар, жастар, оқушылар, мен осы видеоны сіздерге пайдалы болсын деп шын жүректен түсірдім. Армандарыңызға жетулеріңізге мен де кішкене болсын үлесімді қосқым келеді. Менімен болғандарыңызға рахмет. Аньян!